Алматыда Қазақмыс тобының талантты қызметкерлерінің білімін жетілдіру жөніндегі корпоративті бағдарламасы аясында бірінші оқу жылының қорытындысы шығарылды. Бағдарламаның мақсаты басқарушы кадрлар резервін жасақтау, компанияны тиімді басқаруға қабілетті және оның әрі қарай дамуын қамтамасыз ете алатын болашақ көшбасшыларды дайындау. Бағдарламаның ерекшеліктеріне тоқталсақ, алдымен біз компанияның болашақ көшбасшыларға деген қажеттілігін қандай екенін анықтадық. Осы қажеттілікке орай 3 модульден тұратын бірегей оқыту бағдарламасын жасадық. Сөйтіп оны үміткерлер мен бағдарламаға қатысушыларға ұсындық. 2012 жылы аталмыш бағдарламаға қатысушылар үшін өте мазмұнды өтті. Компанияда 60 мың қызметкердің ішінен іріктеп алынған 100 үздік шәкірт бірқатар тренингтерден кейін оқу бағдарламасының 3 модулімен танысып, өз білімдерін шыңдады. Модульдер жалпы тау-кен индустриясының жағдайына, оның ішіне компанияның қазіргі жағдайына, сондай-ақ оның жақын болашақта жоспарланған жобаларына арналған болатын. Қазақмыстың топ менеджерлері мен атқарушы басшылығының өкілдері спикерлер ретінде қатысты. Оларға компания туралы толық мағлұмат берілді. Компанияның басшы мамандарымен кездесуіне жағдай жасалды. Қызметкерлеріміз бір-бірімен кездесіп, әңгімелесіп ой бөлісті. Арнайы модульден кейін біз оны екінші модуль деп атаймыз. Қатысушылар коммуникацияларды, жұмыс уақытын басқаруды және жоспарлауды үйренумен қатар, оны тәжірибе жүзінде де байқап көрді. Мен мұны қызметкердің кәсіби біліктілігін шыңдауға көмектесетін маңызды қадам деп есептеймін. Себебі ертең олар біріншіден үйренгендерінің барлығын іс жүзінде нақты жағдайда қолданылатын болады. Екіншіден өздерімен иық тіресіп бірге жұмыс істейтін әріптестеріне оң әсер етеді. Биыл 2000-ға жуық қызметкер бағдарламаның іріктеу кезеңінде қатысуға шақырту алды. Үміткерлердің тең жартысы техникалық мамандықтардың өкілдері. Бағдарламаға қатысушылардың бірі Бабасов Алихан, Жезқазған қаласының тұрғыны, мамандығы экономист. Компанияда жұмыс істегеніне 5 жыл болған. Қазақмыс корпорациясының болашақ көшбасшылары программасы аясында өтіп жатқан, яғни топ 100 үздік 100 жұмыскер программасында қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Ең алғаш рет біз бұл жоба туралы жұмыста білдік. Ол таңдаудан іріктеп өттік, IQ тест болды. Содан соң дивизионның көшбасшысымен собеседование болды. Бағдарламаның келесі кезеңінде топ менеджерлер мен компанияның басты бағыттарының атқарушы басшылары жобаға қатысушылар үшін дербес тәлімгерлер болмақ. Бұл мақсатта әрбір шәкірт үшін алдағы жылға жеке даму жоспары әзірленді. Бағдарлама осымен аяқталмайды. Әріптестерім келесі сессия үшін жаңа үміткерлерді таңдауға кіріседі деп ойлаймын. Ал осы модульді аяқтаған шәкірттердің енді бір-бірімен жиі кездесіп тұратынына сенімдімін. Олардың әрқайсысының жеке ұстазы, дербес даму жоспары бар. Жарты жыл, бір жыл өткеннен кейін олардың қандай нәтижеге қол жеткізгенін байқап көреміз. Жалпы айтсақ, бұл компания үшін тиімді бағдарлама. Қазақмыс тобының талантты қызметкерлерінің білімін жетілдіру жөніндегі корпоративтік бағдарламасына Қазақстан азаматтығы бар, жоғарғы білім алған әрі компанияда кем дегенде 12 ай жұмыс істеген 25 пен 39 жас аралығындағы талантты жастар қатыса алады. Ұзақ мерзімді бағдарламаға қатысушыларды келесі іріктеу шарасы 2013 жылға жоспарланып отыр.